Биыл Атырау энерго кешенінің құрылғанына 60 жыл. Кешеннің мерейтойы мен энергетиктердің кәсіби мерекесіне орай салтанатты жиын өтті. Іс-шарада сөз алған облыс басшылары, мамандар мен ардагерлер саланың дамуы үшін жасалып жатқан жұмыстар мен жеткен жетістікке тоқталды. Жалпы энерго кешенінің құрамына Атырау жылу электр орталығы, Атырау жарық, Атырау жылу жүйелері, Атырау энерго сату кәсіпорындары енеді. Әрқайсының алар орны жоғары, маңызы ерекше. 60 жыл ішінде электр энергиясы мен жылу берудегі әдіс пен қызмет бағыты түбегейлі өзгеріске ұшыраған. Жаңа құрылғы жабдықтар, желі трансформаторлар, жылу қазандықтары мен турбиналары, білікті мамандар, бәрі сапалы қызмет үшін жасалып жатыр. Соңғы 15 жыл ішінде Атырау энерго кешені инновациялық даму жолына аяқ басты. Қолданыстағы өндіріс модернизациядан өтуге, өндіруші қуаттарды жаңғырту, іске қосу және реконструкциялау бағдарламалары іске асырылуда. Нәтижесінде электр және жылу энергиясын беру заманауи технологиялармен жүзеге асып келеді. Құрметті әріптестер, біздің өндіріс ардагерлеріне деген құрметіміз айрықша. Олардың қажырлы еңбектерінің арқасында энергетикалық кешеннің негізі қаланды. Салтанатты жиында жауапкершілік пен қажырлы еңбекті талап ететін жұмыстың басы қасында жүрген қызметкерлерді марапаттады. Нақтырақ айтқанда, бір топ қызметкердің өңіріне электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген энергетика министрлігінің құрметті энергетик сынды төсбелгі тағылып, бір қатар грамоты мен алғысхат өз иелерін тапты. Марапатталғандардың арасында қарапайым слесарда, көлік жүргізушісі де, инженер, бөлім басшылары бар. Мейрам күні құрметке бөленгендер еңбектерінің еленіп жатқанына ризашылығын білдірді. Осы салада 2004 жылдан бастап еңбек етем. Бастапқысында Атырау энерго сату жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бастадым. Жұмыс оператор болып, қазіргі таңда өндірістік қызметінде жетекші инженер болып қызмет жасаймын. Бұл сала енді жылдан жылға өзгеріп жатыр, көркейіп жатыр десем де болады, дамып жатыр. Енді көптеген нысандар, құрылыстар жүріп жатыр. Жұмысымыз енді қызықты деп айтуға болады, қиын деп айтуға болады. Бірақ енді алға қарай өсіп, өніп жатыр деп айталам. Біздің жұмысымыз енді тарифтер, енді біздің основной доход нағыз. Ол дейтін жылу тарату, жылу өндіру, сосын электроэнергияны өндіру, сол біздің основная деятельность қазіргі күнде. Баршағымызды энергетик күнімен құттықтаймын, өте қуаныштымын. Осындай менің басшыларым осы еңбегімді осы оценка беріп, осындай жақсы нәтижеге жетіп жатырмын. Мерекелік іс-шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Кешен ұжымы энергетика саласындағы ұлттық стратегиялық нысанның жетер жетістігі, бағындырар белесі әлі де биік екеніне сенімді. Жалпы кешенге қарасты мекемелерде 6000-ға жуық адам еңбек етеді. Нұрбибі Теміртасова, Фархат Тәжібаев, Каспия Ньюс.